армысыздар, қадірменді қазақ халқым. Мен Қуанышбай Ермек, Шымкент қаласы Алатау көшесі 177 үйдің тұрғыны. Қазір мынау әкімшілік сот, қалалық әкімшілік сотқа келіп отырған жайым бар. Бізді әкіметтің алдына, департаменттің алдына бардыңдар. Ағла Қазақстан партиясын тіркеуге талап еттіңдер. Оның бәрі митинг болып есептеледі деп соттап отыр. Өткенде июньнің 13-і болса керек. Сол кезде сотымыз өткен. Ол кезде 110 мыңнан айыппұл арқалап шыққанбыз. Айжан екеуміз, Азия, инвалидності бар екен, екінші группа бардық. Сол үшін оған кемітті 73 мың ба, 75 мың ба, сондай енді. Сонымен бүгінгі апелляция сотымыз болайын деп отыр. Сағат менікі 4-те, Айжандікі 3:30-да. Қазір мен ерте келіп алдым. Бұл сотқа құрмет көрсетуіміз керек қой біз енді. Алдын ала қандай жағдай болып қалады деп ерте келіп отырсамыз біз. Сағат 4-те болатын сотқа мен 2:30-да келіп алдым. Біз әрдайым осындай қылып құрмет көрсетеміз. Біз енді мына енді жемқор мемлекет, президентіміз Назарбаев Тоқаев қаншер, жемқор, ұры деп өзімізден көреміз, оны ауыстырмағанымызды. Сол ауыстырмаған үшін мына осы үкіметке бағынуға тура келеді. Осы үкіметтің заңын алып бағынуға тура келеді. Сол үшін біз сотқа келіп отырмыз. Заңға бағынатын, тәртіпті, қару асынып жүрмейтін, қалтасында бомбасы жоқ, террорист болса да заңға бағынатын осындай тәртіпті азамат болғаннан кейін ерте келіп, сағат 2:30-да келген екен. Енді сіздерге кешегі болған жағдайды айтқым келіп отыр. Кеше бізде сағат 10-да келгенбіз. Айжанның соты мен 10-да емес, 9-да болған өзі. Осы әдетімізбен де сый көрсетеміз ғой, сыйлаймыз. Сотымыздың бәрі сатқын сот болса да, әйтеуір аударамағаннан кейін, ол сотты өзгертемағаннан кейін, осы сотқа бағынуымыз тура келеді. Сол үшін біз келгенбіз кеше сағат 9-да келдім. Айжанның соты 10:30-да басталу керек еді, менің сотым 11-де басталу керек еді. Сол біз 11:45 минутқа дейін күттік. Біздің сотымыз кейінгі шегеріле берді ма, бізден кейінгі процестер өтіп жатыр, ал бізді кейінгі шегере берді. Бізге көрсеткен құрметсіздік деп наразылығымызды білдіріп, біз сотта кетіп қалған жайымыз болады. Сөйтсек бүгінгі тағайындаған екен, сағат 3:30 мыңға Айжанды 4-ке маған тағайындаған екен. Соны келіп отырмыз. Енді мынау соттың алдын көрсетіп қойын. Мына үш биімізді отырғызып қойып, артынан бір Тоқаевтың, Назарбаевтың билігі өз дегендерін істеп жатыр ғой. Үш биді теріс қаратып қойды да, артынан білгендерін істеп жатыр. Бізден тіркемеген үшін айыпты болып
шара көріп отырмыз. Біз оны заңсыз деп мойындамаймыз әрине. Біз жартылай мойындады деп есептейміз бізді да. Біз өзіміз толық мойындамаймыз. Бірақтан бізді жартылай мойындады деп есептейді. Неге барғаным үшін да, департаменттің алдына барғаным үшін. Департаменттің алдына барып, ол әр азаматтың өзінің құқығы бар. Біз заңнан аттап кеткен жеріміз жоқ. Сол үшін біз қылмыс істедік. Административный дейді, жаңағы әкімшілік сотта біздің ісіміз қарап жатыр ғой. Сонда біз мойындамаймыз. Бірақтан тағы айтамын, осы өзімізден көреміз. Осы билікті ауыстырмаған үшін қанішер, ұры, қары жәрдегі қарақшыларды төбемізге көтеріп, оларды президент сайлап жәрдегі оларды төбемізге көтеріп отырған өзіміз айыптымыз. Біз күресе береміз. Біз мынау айыппұлымыз бізге әрине қатты тиіп отыр. Өзіміздің пенсиямыз бәріңіз белгілі ғой. Қазақстанда пенсия қандай екен? Пенсиямыз минимальный ғой қазақта. Қазақ халқының рабочий болып істегеннен кейін ол шляпа киіп, папка құшақтап жәндегі бастық болмағаннан кейін бәрі бекер, рабочылардың бәрі бірдей пенсия алады. Сол пенсиямызды жеткізуімізге тура келеді енді. Үнемдеп. Енді қазір сұрастырып көреміз. Мүмкін басқа 5-6 айға созып, бөліп төлеуге мүмкіншілік бере ма? Жоқ болмаса өзім баяғы шорт кесіп айтатын жәндегі. Сен Назарбаевтың, Тоқаевтың алдында тізеңді бүкіп бердің деп бізге шорт кесіп айта ма? О жағын өздері біледі, бірақ сұрастырып көреміз. Көмек берем дейтін кісілер болатын болса, біздің телефон нөмірлерімізге, жаңағыдай есеп шотымызға сасығандар болады. Әділетті үкімет құру үшін күресіп жүрген жандардың біріміз біз, Алға Қазақстан партиясының мүшелері. Біз алдымызда келатқан не болып жатыр ғой, референдум айтып жатыр ма, АЭС-қа қарсы, біз қарсымыз, өкімет оны салуымыз керек дейді. АЭС-ті салатын өкімет бөлек болу керек қой. Біз сол референдумға сіздерді үгіттейміз, қарсылық көрсетіңіздер. АЭС-ті салатын үкімет басқа болады бұл. Мынадай жемқор, бір нәтижеге қол жеткізген жоқ, бір жақсы нәтижеге қол жеткізген жоқ бұл үкімет. Шегелі бері. Назарбаевтан бастап, қазір 33 жыл болды ма? Назарбаевтан бастап, Тоқаев два сапаға бар еді ғой жәндегі. Екеуі де ұры, екеуі де қарақшы, екеуі де қанішер. Осылардың үкіметі бізге жақсылық әкеледі деп мен сенбеймін. Сол үшін сіздерді АЭС-қа қарсы дауыс беріңіздер. АЭС салуға болмайды бізге. Бізге бір белсенді жігіт жақсы айтқан екен, біздің үкіметке сурет салғызуға болмайды дейді. Сурет салғызып көргенбіз дейді анау баяғы Қостанай облысының әкімі. Өзінің суретін Иса пайғамбардың қасына прииск дей ма, бір нәрселер бар ғой, шіркеуге сақ қоятын. Өзі суретін сақ қойған жаңағыдай. Оларға еш нәрсе істеуге рұқсат бермеу керек. Бұлар бар ғой, бұлар биліктен кету керек. Біздің талабымыз сол, биліктен кету керек. Ертелі кеш кетеді әрине.
сонда да сіздердің көмектеріңіз керек, сіздердің ауызбіршіліктеріңіз керек. Алдымыздағы референдум күні 6 қараша күні соған келіңіздер, дауыс беріңіздер. Дауыс бергенде де қарсы дауыс беріңіздер. Және де бақылаушы дейді ғой, бақылаушы дей ма, байқаушы деп айтады. Соған келіп тіркеліңіздер. Қаншалықты әділ өтіп жатқанын сайлаудың, ол бәрімізге міндет. Ол сайлауды әділет өткізу. Соны байқаңыздар, байқаушы болып тіркеліңіздер. Осымен эфирімді аяқтайын. Қазір сотқа дайындаламыз, Құдай қаласа. Содан кейін тағы да эфирге шығатын болармыз.